Сәлем достар, сіздермен болған Mirzaitoka World арнасы. Достар, бұл бізде Гүл әлемі 4-ші бөлімі соңғы сериясы болады. Менің еңбегімді бағалауды ұмытпаңыздар, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше менің видеомды бағалаңыздар, мен видеомды бастаймын, сіздер көруге тамашалаңыздар. Кеттік! Ендеше мен ертерек жатып ұйықтайын. Ертең менде көп жұмыстар күтіп тұр. Так, бірінші мен пижамамды киіп алайын. Осы пижамамды киіп алайын. Менің пижамаларым деген өте көп қой. Соткамды қояйын, ұйықтайын, қайырлы түн. Таң атқан соң. Қайырлы таң. Мен ерте тұруды үйреніп жатырмын. Ендеше мен бүгін ең әдемі киімімді киіп алайын. Қандай киімімді кисем болады екен? Мына киімді киейін бе? Мына киімді киейін бе немесе? Немесе мынау? Әлде мынаны киейін бе? Давайте осыны киейік. Или мынаны киейін. Осы киім ұнап тұрмаған, сол себепті осыны киейін. Және де мен өзімен бірге блокнотым мен ручкамды алып алайын. Мен яғни өзімнің жұмысымды жазуым керек. Ендеше маған ас болсын, мен бүгінгі жоспарларымды жазып шығайын. Және де мен дүкенімді дамытып шығуым керек. Ендеше маған ас болсын. Қандай дәмді торт. Қандай күшті торт қой. Мына торт маған қатты ұнап қалды, әсіресе клубникасы. Жақсы. Ендеше мен өзімнің жоспарларымды жазып кетейін. Мен осындай жұмысымды дамытуым керек. Осылай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздерге қандай гүлдер керек, айта беріңіздер. Бізге гүл керек емес. Сіз осы дүкенді сатасыз ба? Біз осы дүкенді алайын деп едік. Сіздің дүкеніңіз ең керемет, ең сапалы дүкен деп жатыр. Гүлдердің барлығы ерекше, жақсы гүлдер деп жатыр. Сондай жаңалықтар таралып жатыр. Рас, барлығы менің дүкенімді мақтайды. Бірақ мен бұл дүкенді, яғни арзанға сата алмаймын, себебі бұл дүкен мен үшін қымбат. Гүлдер де маған қымбат. Мысалы, сіздер қанша аласыздар? Сол 100 миллионға аламыз. Кішкене артық емес пе? Қарасаңшы, ең керемет гүлдер, ең сапалы дүкен деп жатыр ғой. Сол кезде біз барлығымыз дамып кетеміз, адамдар келеді дегендей. 100 миллион артық емес пе? Ақшаларыңыз бар ма сондай? Ақшамыз бар. Сіз сатуға берсеңіз әрине де. Кішкене сен артық кеттің қой, бұл 100 миллион ақша жоқ қой бізде. Ойланып көріңіздер. Жоқ, сатамыз дедік, біз сатамыз. Жақсы, ендеше мен 100 миллионға сатамын. Жақсы, онда біз аламыз. Ойланып көрсеңші тағы да. Жоқ, аламыз дедік пе, аламыз. Сосын оны дамыған кейін сатып жібереміз. Күшті емес пе? Ақшамыз көбейеді дегендей. Ендеше сіз осы дүкеннің құжаттарын берсеңіз. Жақсы, ендеше беремін. Сіздер маған 100 миллион ақшаларыңызды дайындап әкеле беріңіздер. Жақсы. Кеттік ендеше. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Саған қандай көмегім керек? Маған осындай сары гүлдер ұнап жүрген еді. Және де сіздерде сирен бар ма? Бізде сирен жоқ. Сирен бізге енді келеді. Бірақ бұл дүкенді біз сата жатырмыз.
Қалайша, неге сатып жатсыздар? 100 миллионға сатып жатырмын, өздері айтып жатыр. Негізі мен сатам деген ойым жоқ, бұны дамытан деген ойым бар тұғын. Бірақ енді 100 миллионға сатып жатырмын. Жарайды. Мен осы гүлді алғым келіп тұр. Бұл гүл қанша? Бұл дүкеннің гүлдері өте қымбат. Бағасы 50 000 теңге. Жақсы, мінекей. Сау болыңыз. Ой, сондай ол қатырады. Жүрсеңші, не істеп тұрсың? Осы дүкен ғой. Мына дүкенің деген жақсы ғой. Я, бұл дүкен деген өте жақсы. Гүлдері де өте әдемі, күшті иіс қой. Күшті. Барлығы мақтап жатқан осы дүкен екен ғой. Я. Саламатсыздар ма? Сіздерге қандай көмегім керек? Қандай гүлдер аласыздар? Айта беріңіздер. Сәлеметсің бе? Саламатсың ба? Мына сатушы да жақсы қыз екен. Бұл сатушы емес қой, осы дүкен несі ғой. Ойбай, шыдасып кеттім. Ой, кешір қызым. Ештеңе етпейді. Сіздерге қандай көмегім керек? Мына гүл деген өте әдемі екен ғой. Мына гүл қанша? Бұл гүл 100 000 теңге. Арзан ғой, бұл гүлді біз 200 000-ға аламыз. Мен онда осы гүлді алайын. Осы гүлді бере салыңыз. Мінекей, ақшасы. Жақсы. Рахмет. Мен қандай гүл алсам болады екен? Мына гүлді алайын ба? Немесе мына гүлді алайын. Бұл гүл үйде толып тұр ғой. Осы гүлді алайын оданша. Мінекей ақшасы. Бағасын сұрамайсың ба? Ой, мен бұл дүкен жаттап алғам. Жақсы, келіп тұрыңыздар. Жақсы. Мінекей құжаттардың барлығына қол қойып, барлығын дайындап қойдым. Сіз маған 100 миллион теңгені берсеңіз. Жақсы, мінекей көр. Жақсы, түгел екен. Мінекей, осы дүкеннің құжаттары. Жақсы, рахмет. Дұрыстап тексеріп көрсеңізші бірінші. Ой, көрініп тұр ғой дұрыс екенім. Жақсы, ендеше сау бол. Жақсы, бұл дүкенді жақсылап дамыта беріңіздер. Мен кеше заттарымды алып кете салайын. Жақсы, ендеше сау болыңыздар. Енді бұл дүкен біздікі. Біз бұл дүкенді дамыта аламыз. Ойланшы, досым. Сен кішкене қымбатқа түсіп кеттің. 100 миллион теңгеге сен үлкен гүл сататын әлемін аласың ғой даже. Досым, ақмақсың ғой, саған қанша ескерттім, ойланшы деп. Ой, қойшы болды, дамытамыз. Барлығы біздің қолымыздан келеді. Әлі-ақ көресің, досым. Достар, осымен бізде гүл әлемі сериалы аяқталады. Сіздерге бұл сериал ұнады деген ойдамын. Ұнаса әрине де менің еңбегімді бағалауды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін мен көптеген сериалдарды салуға тырысамын, және де мен сіздерге көп рахмет айтамын. Себебі менің видеоларымды көріп, лайктарыңызды және де комментарий жазып, мені қолдап жүрсіздер активный болып, ал бірақ кейбір видеоларымда активный болып жатқан жоқ. Сол себепті активті көтеріп жіберейік. Сол кезде менің мотивациям зор болады, күшті болады. Сол кезде менің мотивациям көтерілгенде сіздерге көптеген қызықты видеолар салуға тырысамын, және де уәде беремін. Күшті видеолар күтетін боласыздар. Ендеше сау болыңыздар. Пока-пока.